Сәлеметсіздер ме студенттер, нейрондық желі архитектурасына кіріспе курсына қош келдіңіздер. Бүгін бізде 3-ші дәріс жасанды нейрондар мен желінің архитектурасы. Жасанды нейрондық желілер курсының 3-ші дәрісі. Бүгін біз қазіргі заманның машиналық оқыту мен жасанды интеллект негізінде жатқан іргелі тұжырымдамаларға терең үңілеміз. Біз жасанды нейронның құрылымын, нейрондық желілердің қарапайым құрылыс блогын талдап, нейрондарды күрделі архитектураларға ұйымдастыру принциптерін зерттейміз және осы құрылымдардың практикалық мәселелерін шешуде қалай үйренетінін түсінеміз. Дәрістің мақсаты мен құрылымына келсек, дәріс негізі 4 құрылымнан тұрады. Жасанды нейрондық желінің құрылысын түсіну бірінші бөлім, екінші бөлім бізде нейрондық желілердің негізгі архитектуралық принциптерін зерттейміз. Үшінші бөлімде біз мысалдар мен қолдану салаларын қарастырамыз. Төртінші бөлімде одан ары оқу үшін негізін қалыптастыруды айтамыз. Жасанды нейрондық желі дегеніміз не? Жасанды нейрон ол бізде адам мен жануарлар миындағы биологиялық нейронның жұмысынан шабыттанған математикалық модель. Бұл барлық нейрондық желілер құрылатын негізгі құрылыс блогы. Биологиялық нейрондық дендриттер арқылы электр сигналдарын қабылдап, олар жасуша денесін өңдейді, нәтижені аксон арқылы берілетін сияқты. Жасанды нейронда сандық кіріс сигналдарын қабылдайды. Олар математикалық операция арқылы өңдейді және шығуда сандық нәтиже береді. Жасанды нейрондық желілерде біз кіріс сигналдарын қолданамыз. Одан бөлек деректерді өңдейміз және шығыс сигналын қолданамыз. Кіріс сигналы бізде нейрон көптеген кіріс мәндерін қабылдайды. Олардың әрқайсысы деректердің қандай да бір сипаттамасын, кескін пикселін, дыбыс жиілігін немесе кез келген басқа да сандық мәнді білдіруі мүмкін. Деректерді өңдеу бізде әрбір кіріс сигналы сәйкес салмаққа көбейтіледі. Барлық туындылар қосылады, ығысу қосылады және нәтиже активация функциясына өткізіледі. Шығыс сигналы бізде шығыста бір сан алынады. Олар қарапайым келесі қабаттағы басқа нейрондарға беріледі, немесе желінің соңғы жауабының бөлігі болады. Дәл нейронның оқу процесінде өз салмақтарын реттеу қабілеті нейрондық желілердің күрделі үлгісін таниды, болжау мен шешім қабылдау мәселелерін шешу үшін сондай қуатты құралға айналдырады. Биологиялық нейрон мен жасанды нейронды салыстырып өтейік. Биологиялық нейрон бізде тірі нейрон жүйке жүйесінде ақпаратты беру мен өңдеуді қамтамасыз ететін бірнеше негізгі компоненттерден тұрады. Ал жасанды нейрон ол бізде биологиялық нейронның негізгі жұмыс істеу принциптерін имитациялайтын, жеңілдететін математикалық модель. Енді биологиялық нейронға бізде дендриттер, жасуша денесі, аксон және синопстар жатады. Ал жасанды нейрондық желілерге ол бізде кірістер, салмақтар, сумматорлар және активация функциясы жатады. Бұл бізде жеңілдету болғанымен желілерге біріктірілетін жасанды нейрондық желі дәстүрлі алгоритмдердің қолжетімді емес күрделі мәселелерді шешуді үйрене алады. Ал биологиялық нейрон адам миындағы шамамен 86 миллиард нейрон бар. Олардың әрқайсысы басқа нейрондармен мыңдаған байланыстарға ие болып, өте күрделі желіні құрайды. Жасандық нейрондық желінің құрылымы ол бізде бүкіл нейрондық желінің жұмысын түсінудің кілті. Әрбір компонент немесе ақпаратты өңдеудегі рөлін егжей-тегжейлі қарастырады. Қарапайымдылығына қарамастан дәл осы негізгі құрылым беттерді танитын, мәтіндерді аударатын және автономды автомобильдерді басқара алатын жүйелі жасауды мүмкіндік береді. Ол бізде қолданылатын кіріс деректері, салмақтар, қосушы және активация функциялары. Оны алдыңғы сабақта айттық. Кіріс деректері ол бізде сандық мәндер жиынтығы, салмақтар әрбір кіріске салмақ береді, яғни кіріс мәніне көбейтілетін сандық коэффициент. Қосушы ол бізде ығысу коэффициенті, ол бізде ығысу активациясы функцияны жылжытуға мүмкіндік береді. Активация функциясы ол бізде қосушының нәтижесінде қолданылады, яғни y тең fz функциясы, яғни активация функциясы сызықтық емес енгізеді. Ал осында тіпті терең жүйелі бір сызықты түрлендіруге тең болар еді. Жасандық нейрондық желінің формуласы ол математикалық моделі экранда көрініп тұр. Y тең функциясын алып тұр. Бұл талғампаз формула жасанды нейрондық желінің барлық жұмысын сипаттайды. Ол қарапайым болып көрінгенімен, оның күші мыңдаған нейронды күрделі архитектураға біріктірілгенде ашылған. Формула компоненті ретінде біз қарасаңыз, xi нейронға келетін i-ші кіріс сигналы, яғни 1-ден n-ге дейінгі, ал wi бізде i-ші кіріске сәйкес келетін салмақ, дәл осы салмақтар үйретіледі және бейімделеді. B бұл бізде ығысу, биас, яғни үйретілген тәуелсіз параметр, және бізде сумматор қосымша барлық осы wi мен xi-дағы көбейтіндердің қосу символы. F бізде сызықтық комбинация нейронның шығысына түрлендіретін активация функциясы. Y бізде нейронның шығыс мәні желі бойынша одан әрі беріледі. Есептеу мысалына келсек, айталық бізде 3 кіріс бар. Ол нейрон x1-міз 0.5-ке, x2 0.3-ке, x3 0.8-ке. Дәл осы кірістерге арналған өзінің арнайы салмақтары бар. Ол бізде w1 0.4, w2 0.7 және w3 минус 0.2-ке тең болып тұр. Бұл жерде ығысу 0.1 деп аламыз. Алдымен салмақтарға сумманы есептейміз.
осы функцияға салып барлығын есептеп болғаннан кейін активация функциясын қолданамыз. Мысалы, сигмоид бізде 0,135, одан ары қарай не істейді? 0,1587 береді. Бұл нейронның шығысы болып табылады. Активация функцияларының шолуы сызық. Активация функциясы ол бізде нейрондық желілердің сызықтық емес мінез-құлқын анықтайтын маңызды компонент. Активация функцияларын кез келген тереңдіктегі нейрондық желіні сызықтық бойынша түрлендіруге тең болар еді. Бұл күрделі мәселелерді шешуге жарамсыз етеді, бірақ активация функциясы таңдау, оқыту жылдамдығына және желінің қалпына келтіруге қабілетіне және оның әртүрлі мәселелердің төзімділігіне әсер етеді. Ол бізде мысалы қарасаңыздар, сигмоид, релу функцияларын гиперболалық тангенстерді алсақ болады. Ол бізде қарапайым активация функциясына кіріс болады. Бұл жерде активация функциясын таңдау мәселеге, желі архитектурасын және қабаттың араласуына байланысты болады. Жасырын қабаттар үшін әдетте релу және оның вариациялар, шығыс қабаттар үшін софтмакс қолданылады және де сигмоидтарды бинарлық жүктеу бойынша қолданамыз. Жасанды нейрондық желінің схемасына келсек, ол бізде кіріс сигналдары және олардың әрқайсысының сәйкес салмақтары болады дедік. Онда орталық тарапта барлық өлшемді кіріс сирағысы қосылады. Осында соңында біз сызықты комбинация нәтижесін ала аламыз. Бұл жерде біз желідегі әрбір нейрон бір негізгі операцияны орындайды, кірістердің өлшемді сомасын есептейді және сызық дейміз түрлендірулерді қолданады. Нейрондық желілердің күрделілігі мен қуаты жеке нейронның күрделілігінен емес, көптеген қарапайым нейрондарды қабаттарға ұйымдастыру тәсілінен және олардың арасындағы байланыстардан туындайды. Жасандық нейрондық желілер дегеніміз не? Ол бізде реттелген қабаттарға біріктірілген көптеген өзара байланысы бар жасанды нейрондардан тұратын есептеу жүйесін айтамыз. Ол егер екі жүйе жеке нейрондар тек қарапайым сызық мәселелерді шеше алатын болса, ол активация функциясымен сәл күрделірек болады. Онда көптеген нейрондардан тұратын желі деректерден өте күрделі сызықтық емес тәуелділіктерді модельдеу қабілетіне ие болады. Ол бізде кіріс қабаты, жасырын қабаттар және шығыс қабаттарын айта алады. Нейрондық желілер күшті олардың деректерін пайдалану, олардың сипаттамаларын автоматты түрде пайдалану, үйрету қабілетінде классикалық машиналық оқытудағы сияқты белгілерді қолмен жобалаудың орнына нейрондық желі нақты мәселені шешу үшін деректерді оңтайлы түрлендіруді өз табады. Бұл қателіктерді кері тарату алгоритмі және заманауи есептеу қуаттары арасында мүмкін болады. Нейрондық желі архитектурасының түрлері ол бізде жасанды интеллект саласындағы ондаған жылдық зерттеулер барысында әртүрлі нейрондық желілер архитектураны әзірленеді. Олардың әрқайсысына белгілі бір міндеттер сынып үшін оңтайландырылған архитектураны таңдау өте маңызды. Бұл дұрыс құрылым бірнеше сағат ішінде үйрене алады. Оған сәйкес келетін құрылым мүлде үйренбеу немесе орасан зор әсер ету ресурстарын қажет етеді. Ол бізде толық байланысы бар желілер, ол MLP, сверткалы желілер, CNN, рекуррентті желілер, NNN және трансформерлерді айта аламыз. Толық байланыс желілері ол бізде көп қабатты персептрон, яғни бір қабат әрбір нейронның келесі қабатын барлық нейрондарына байланысты болатын негізгі архитектура. Сверткалы желілер ол бізде кеңістікте құрылым бар деректерді, кескіндерді өңдеуге арналған мамандырылған архитектура. Рекуррентті желілер ол бізде тізбекті деректерді өңдеуге арналған архитектура. Мұнда ағымдағы шығыс сигналын кірістерге байланысты жад функцияларын қолданылады. Трансформерлер ол бізде attention механизм негізделген қазіргі заманғы архитектура, ол тізбектерді параллель түрде өңдеуге мүмкіндік береді. Толық байланыс нейрондық желілер MLP ол бізде архитектурасына кіріс қабаты бір немесе бірнеше жасырын қабат және шығыс қабаттар жазады. Математикалық тұрғыдан бір қабаттың шығысы есептелінеді және бұл жерде біз классификация ретінде таралған нейрондық желінің архитектурасын ағымдағы қабаттардың әрбір нейронның келесі қабатын барлық нейрондардың толығымен байланысты болады. Қолдану аймағында болып классификация, регрессияда, функцияларды аппроксимациялау және үлгілерді тануда қолданылады. Желінің жұмыс істеу мысалына келсек, кескіндерді жіктеу ол бізде қалай өңделетінін және оның не белгіленетінін қалай анықтайтынын нақты мысалмен қарастырсақ, бұл процесс біз зерттелген барлық негізгі тұжырымдамаларын көрсетеді. Ол тура тарату, ерекшеліктерді бөліп көрсету, сызықты емес түрлендіруді айта аламыз. Ол бірінші бізде кіріс қабаты, ол мысалы 28-28 пиксель өлшемдердің қолмен жазылған цифр кескінін 784 саннан тұратын векторға түрлендіреді. Екінші бізде бірінші жасырын қабат, ол қабатта 128 нейрон бар деп есептейік. Әрбір нейрон саны 784 кіріс мәнін алады. Олар өз салмақтарына көбейтеді және де содан ығысу санын қосып
белсендіру функциясын қолданады. Үшіншісі бізде екінші жасырын қабат. Ол қабатта біз 64 нейрон бар. Бірінші қабаттан 128 нейрон белсендіруді алады. Содан кейін күрделілік белгілерді бөлу орын алады. Төртінші қадам ол бізде шығыс қабаты. Шығыс қабатында 10 нейрон бар. Әрбір цифр 0-ден 9-ға дейін бір-бірден болады. Әрбір нейрон кескінде сәйкес цифрдің болу ықтималдығын есептейді. Нейрондық желілерді оқыту бізде желінің оқыту деректеріне байланысты болжам қатесін азайту үшін салмақтар мен ығысуларды автомат түрде реттеу процесі. Бұл кездейсоқ инициацияланған желінің тапсырмаларды шешуге арналған қуатты құралдардың айналудың негізгі процесін айтамыз. Ол бізде шығысын функциясы, кері таралу және градиентті түсу деп айтады. Ол бізде шығым функциясы loss function, желі болжамдары арқылы нақты мәндер арасындағы айырмашылықтарды өлшейтін математикалық функцияны айтамыз. Кері таралу ол бізде желідегі барлық салмақтар бойынша шығым функциясының градиенттерін тиімді есептеу алгоритмін айтамыз. Градиенттердің түсу ол салмақтарының градиенттелген қарама-қарсы бағыттағы жаңартатын итеративті оңтайландыру алгоритмін айтамыз. Оқыту процесіне қадамдық ретінде біз инициализацияларды тікелей өтуді, шығындарды есептеуді, кері өтуді және салмақтарды жаңарту мен қайталауды айта аламыз. Заманауи фреймворк бізде PyTorch, TensorFlow автомат дифференциалды функциялар арқылы градиенттерді есептеуді автоматтандырады. Бұл әртүрлі архитектуралар іске асыру мен эксперименттеуді айтарлықтай жеңілдетеді. Оқыту кезіндегі жоғалту функцияларының графигі ол бізде график нейрондық желіні оқыту барысында жоғалту функциясының типтік әрекетін көрсетеді. Яғни x өсінде оқыту дәуірлері және y өсінде жоғалту функциясының мәндері көрсетіледі. Егер график екі сызықты көрсетсе, біреуі оқыту үлгісі үшін, екіншісі валидациялық үлгі үшін болады. График түсіндіру ол бізде бастапқы кезең, тұрақтандыру кезең және конвергенцияны қолданылады. Мәселе белгілерін бізде қайта оқытуды, толық оқытылмауды және тұрақсыздықты айта аламыз. Мәселелер мен шектеулер ол бізде нейрондық желілердің көптеген салаларында болады. Ол бізде артық үйрену, архитектура мен гиперпараметрлер таңдау, есептеу ресурстар, түсіндірілуі және үлкен деректердің қажеттілігін айтсақ болады. Бұл жерде біз терең желілер оқыту үшін пайдаланылатын деректердің үлкен көлемін қажет етеді. Және нейрондық желілердің жиі қара жәшіктер деп атайды. Бұл неліктен мұндай немесе басқа шешім қабылдануы түсінуі өте қиын. Бұл медицинада, қаржыда және юриспруденцияда өте маңызды. Мұндай түсіндіру қажет болады. Одан бөлек машиналық оқытудағы басты мәселелердің бірі ол модельдің жалпы заңдылықтарын үйренудің орнына шуми ерекшеліктерді жаттап оқыту деректерін өте жақсы бейімдейді. Нейрондық желі архитектурасының заманауи үрдістеріне келсек, ол жерде біз терең оқыту саласында қарқынды дамып келеді. Әр ай сайын жаңа архитектуралар, оқыту әдістері, тәсілдері пайда болып, мүмкіндіктердің шекарасын кеңейтеді. Жасанды интеллект желілері ол бізде болашақты анықтайтын ең маңызды перспективалы бағыттардың бірі. Енді олар бізде deep learning, терең оқыту желілері, трансформерлер, архитектура автомат түрде таңдауын, графтық нейрондық желілерді өздігінен қадағаланатын және констракцияны оқытуды айтамыз және тиімді архитектураларды айта кетсек болады. Бұның барлығы нейрондық желі архитектураларында қолданылатын заманауи үрдістері. Жасанды нейрондық желілерді қолдану ол бізде тек академиялық зерттеу емес, және де ол күнделікті өмірде қолданылатын айта кетсек болады. Ол бізде смартфондарымызда, автомобильдерде, медицинада, жабдықтарда, өнеркәсіптерде жүйелі түрде қолданылуда. Ол бізде компьютерлік көру, сөйлеу мен дыбыстық өңдеу, медициналық диагностика, табиғи тілдерді өңдеу, автономды жүйелер және робототехниканы айта аламыз. Қаржы мен бизнес салаларында жасанды нейрондық желілерді қарқынды түрде қолданып келеді. Жүйке жүйелерінде іс жүзінде қолданылуын айта кетсек, ол бізде мысалы өзіміздің өмірімізді өзгертіп жатқан заманауи нейрондық желілерді қолданудың негізгі бағыты. Мысалы, кез келген қолданыстағы барлық іргелі бірдей принциптер жасанды нейрондар активация функцияларының қатерінің кері таралуы арасында мүмкіндік болады және олар біз осы бәрін естиміз дәрісте қарастырдық. Ол желілердің архитектурасы ғана ерекшеленеді. Олар нақты міндеттерге арнайы оңтайландырылған суреттер үшін CNN, тізбектер үшін RNN мен трансформерді қолданады. Енді бүгінгі таңда біз барлық биологиялық нейрондар жасанды интеллекттің заманауи архитектурасына дейінгі қызықты саяхатты жасадық. Бүгін біз олардың оқып үйрену негізгі концепцияларын қорытындылап жинақтайық. Бұл білім терең оқыту және нейрондық желілер әлеміне одан әрі дамыту үшін негіз болып табылады. Енді біз бүгінгі дәрісте айттық, жасанды нейрон негізгі элемент архитектура мүмкіндіктерін анықтайды және де оқыту тиімділіктің кілті екенін айттық. Одан бөлек заманауи жасанды интеллекттен түсінуге арналған білім екенін айта кеттік.
Енді жасанды нейрондық желілердің құрылысын егжей-тегжейлі зерттедік. Ол бізде кіріс сигналдар, салмақтар, сумматор және белсендіру функцияларын айта кеттік. Одан бөлек бізде математикалық формуласын есептедік, әрбір компоненттің рөлін түсіндік. Жасанды нейрондық желі ол биологиялық нейроннан шабыттанған қарапайым, бірақ қуатты есептеу бірлігі екенін де айта кеттік. Желілерге біріктірілген нейрондар ең күрделі мәселелерді шешу қабілетіне ие болады. Одан бөлек біз әртүрлі архитектураның түрлерімен таныстық және кестелік деректерге арналған толық байланыстырылған желілер, ол MLP желісі, кескіндерге арналған конволюциялық желілер CNN, тізбектерге арналған қайталанатын желілер RNN, одан бөлек заманауи NLP тапсырмаларына арналған трансформерлерді қарастырдық. Архитектураны дұрыс таңдау өте маңызды, және ол деректердің құрылымына, одан бөлек тапсырма ерекшелігіне сәйкес келу керек. Заманауи трендтер ол бізде тереңірек желілер, назар аудару механизмі, архитектуралар автоматты түрде таңдауын айтамыз. Оқытудың тиімділік кілті ретінде біз нейрондық желі оқытудан кейін ғана пайда болады. Біз оқыту процесін зерттеген кезде біз шығыс функциясын, қателерді кері тарту, градиенттерді түсінуді айтып қарастырдық. Оқытудың қатені азайту үшін салмақтарды ишеративті оңтайландыру екенін түсіндік. Одан бөлек мәселелерді талқыладық. Шамадан тыс оқыту, гиперпараметрлер таңдау, есептеу шығындары, регулярлау және оңтайландыру әдістерімен таныстық. Бүгін біз енді оқып үйренген барлық нәрсе заманауи жасанды интеллект жүйелерін түсінудің негізі. Енді бізге ChatGPT, Midjourney, автономды автомобильдер, медициналық диагностикалық жүйелердің қалай жұмыс істейтінін түсіндік. Сізде мысалы барлық нейрондық желілер тәжірибе жасау, ғылыми мақалалар оқу және жасанды интеллект саласында даму үшін негізі бар. Енді бүгіннен бастап жасанды интеллект жүйесінің негізге арналған білімдеріңіз қалыптасты. Жасанды интеллект ол бізде жаңа электроэнергиясы. Ол 100 жыл бұрын көптеген салаларды қалай өзгертсе, жасанды интеллект те осы соңғы 10 жылдықта көп затты өзгерте алатыны және салалардың арасында өте қарқынды түрде дамуға мүмкіндік береді. Осымен дәріс сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.